Бүгінгі видеосабақ дүниетану пәні бойынша. Видеосабақты жүргізетін мен, Құттымұратова Балзия. Сабақтың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Сәлеметсіңдер ме балалар? Сабағымызды бастамас бұрын компьютердің алдында қалай дұрыс отыру керектігін есімізге түсірейік. Бойымызды тік ұстап, аяғымызды еденге тигізіп, көзіміз бен монитордың арақашықтығын сақтаймыз. Сабағымызды мына өлең шумақтармен бастайық. Бүгінгі күн терезеден бізге міне тұр қарап, сонда жақсы көңіл күймен басталады бұл сабақ. Өткен сабақта үйге қандай тапсырма берілді? Ата-аналарыңмен бірге катаклизм жайлы қызықты мәліметтер қарастырып келуге берген болатын. Дұрыс айтасыңдар. Қазір біз сандар етті әдісімен үй тапсырмасын тексереміз. Сандар жазылған күлегештерді таратамын, сол сандардың ретімен қызықты мәліметтеріңді айтып бересіңдер. Жарайсыңдар оқушылар. Жаңа тақырыбымызға көшпес бұрын жедел жауап әдісін қолданайық. Сендерге сұрақ қоямыз, сендер лезде жауап берулерің керек. Катаклизм түрлерін ата. Катаклизм бізге қалай әсер етеді? Қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Бүгінгі сабақта катаклизм кезіндегі қауіпсіздік жайында өтетін боламыз. Жаңа тақырыбымыз катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім деп аталады. Сонымен біз бүгінгі сабақта не білеміз деп ойлайсыңдар? Катаклизмнің түрлерін естеріңе түсіресіңдер. Өзің тұратын аймақта болуы мүмкін катаклизмдер туралы болжам жасаймыз. Катаклизм кезіндегі өзіміздің қауіпсіздігіміз туралы болжам жасаймыз. Мына сызбаны пайдаланып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде сен тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін екенін жұптарыңмен ақылдасып айтып көріңдер. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді жұптар бірін-бірі бас бармақ әдісі арқылы бағалаңдар. Жарайсыңдар. Орнымыздан тұрып, бойымызды сергітіп алайық. Алақан саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Балапан, қане қайсы алақан саусақтарың айбат, былай ойнат. Балапан, қане қайсы алақан саусақтары айбат, былай ойнат.
Бірінші топтық тапсырма. Су басу қауіпі төнген жағдайда не істеу керек? Соған байланысты ереже құрастырасыңдар. Көрген бейнебаянды пайдаланасыңдар. Жарайсыңдар. Бұл оқыс оқиға қараша айының басында Қостанай облысында орын алған. Әлі диаметрі 100 метр, тереңдігі 1,5 метр болатын шағын тоған үстінде ойнап жүрген 3 бала мұз ойылып, суға батып кетті. Көмек дер кезінде жеткенмен үсік шалған 2 балақайды құтқару мүмкін болмаған. Өкінішке орай бұл жалғыз жағдай емес. Солтүстік Қазақстан облысында да 2 бала суға батып кеткен. Ажал айтып келмейді. Оқыс оқиғалардың алдын алу үшін әрқайсымыз сақтық ережелерін білгеніміз жөн. Қараша туғалы еліміздің біраз өңірінде қар жауып, мынадай өзен-көлдерде мұз қата бастады. Алайда мұз құрсауы әлі бекіген жоқ. Сондықтан абай болыңыз. Мұз үстімен өткен кезде мына мен сияқты оны аяқпен теуіп көрмеңіз. Бұл қарапайым қағида. Ал егер бірінші тепкіден ақ су көрініп, мұз бетінде жарықшалар пайда болса, мұз жұқа және оның үстімен жүруге мүлде болмайды деген сөз. Ондайда күш бір жерге түспес үшін ақырын қозғалу қажет. Сондай-ақ мұндайда мұз астына түсіп кеткен адамға көмек көрсетуде қауіпті. 2-3 метр жақындаған кезде сол жаңағы тросты лақтырып, немесе трос болмаса ағаш па араларыңызда жаңағы адамды шығарып алуға көмектесетін бір зат болса, соны ағаш немесе арқан соны лақтырып, болмаса мысалы үстіңгі киіміңізді лақтырып шығарып алсаңыз болады. Шығарғаннан кейін міндетті түрде оны су киімдерінің бәрін шешіп, жылы бөлмеге кіргізу керек. Егер де жаңағы мүмкіндік болса, ыстық шай немесе ыстық тамақ беріп жылыту керек. Мұз үстімен жүрерде оның қауіпті не қауіпсіз екенін анықтаудың бірнеше тәсілі бар. Егер мұздың түсі көгілдір әрі тегіс болса, берік, ақшыл болса, беріктігі 2 есе аз дегенді білдіреді. Ал егер мұздың түсі ақшыл, сұр әрі күңгірттеу болса, немесе сарғыш тартса, мүлдем жоламаңыз. Мұз үстіне жалғыз өтетін болсаңыз, оның қалыңдығы 10 см, топ адам болса 15 см, ал автокөлікпен мұз үстіне шығу үшін мұздың қалыңдығы 30 см-ден кем болмауы тиіс. Күн кешкіргенде және ауа райы қолайсыз кезде мұз үстімен жүрмеген абзал. Келесі, екінші тапсырма. Мұз тайғақ болған жағдайда не істеу керек? Соған байланысты ереже құрастырасыңдар. Бейнебаянды мысал ретінде пайдалана отырып, мұз тайғақ кезіндегі қауіпсіздік ережесін құрастырып көресіңдер. Жарайсыңдар оқушылар. Ал енді топтар бірін-бірі от шашу әдісі арқылы бағалаңдар. Тамаша. Ой толғаныс кезеңі. Мен не үйрендім стратегиясын қолданамыз. Балалар, бүгінгі сабақта біз нені үйрендік? Бүгінгі сабақта не білдіңдер? Соны мен таратып берген күлекеш жұлдызшаға жазасыңдар, содан соң оны қорапшаға саласыңдар. Кейін мен оқып шығамын. Жарайсыңдар. Оқушылар, бүгін сендерге сабақ ұнатса, қызықты өткен болса, бағдаршамның жасыл түсіне, егерде бүгінгі сабақ ортаншы деңгейде өткен болса, сары түсіне, егерде сабақ мүлде ұнамаған болса, қызықсыз болған болса, қызыл түсіне күлегеш жапсырасыңдар. Жарайсыңдар, рахмет. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.